Саламатсыздар. Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі, химия пәні оқытушысы Базар қызы Бұлзаран. Пәні химия, тақырыбы карбон қышқылдары. Бұл қандай зат? Оттекті органикалық қосылыстардан сіздер спирттер және альдегидтермен танысыңыздар. Келесі сіздердің танысатын тобыңыз бұл карбон қышқылдары. Сабақтың тақырыбы карбон қышқылдары. Мақсаты карбон қышқылдарының жеке өкілдерімен және олардың құрамы мен қасиеттерімен танысу. Күтілетін нәтиже білім алушылар карбон қышқылдарымен танысып және жеке қасиеттерін меңгеруі қажет. Карбон қышқылдары молекула құрамында бір немесе бірнеше сутек атомдары карбоксил тобына COOH алмасқан көмірсутек туындылары. Карбон қышқылдарының жалпы формуласы COOH. COOH. CO карбонил тобынан, OH гидроксил тобынан. Сонда бізде карбоксил тобы пайда болады. Карбон қышқылдарының алынуы алкандарды тотықтырып, спирттерді тотықтырып және альдегидтерді тотықтырып алынады. Карбон қышқылдары табиғатта, тұрмыста кеңінен кездеседі. Мысалға, қымыздық қышқылы, құмырсқа қышқылы, акрил қышқылы, алма қышқылы. Біз кейбір алмаларды жегенде қышқыл екен деп айтып жатамыз. Лимон қышқылы, сірке қышқылы, немесе өзіміздің асханада қолданып жүрген уксусный кислота. Олей қышқылы және бензол қышқылы. Карбон қышқылдарының жіктелуі. Карбон қышқылдары қаныққан, мысалы метан, қанықпаған, пропен қышқылы ароматты бензол қышқылдарына жіктеледі. Изомерленуі көміртек қаңқасына және класс-аралық. Карбон қышқылдарының аталуы. Келесі кестеде карбон қышқылдарының формуласы. Аталуы жүйелік және де тривиалды түрде. Қышқыл қалдығының аталуы және қышқыл қалдығының формуласы көрсетілген. Мысалға, HCOH метан қышқылы, немесе тривиалды аталу құмырсқа қышқылы. Қышқыл қалдығы HCO, оның аталуы формят. Келесі этан қышқылы, сірке қышқылы немесе пропан қышқылы, бутан қышқылы, май қышқылы, пентан қышқылы, гексан қышқылы. Жүйелік номенклатура бойынша карбон қышқылдарын атағанда ең ұзын тізбекті анықтаймыз. Карбоксил тобы жатқан көміртекті нөмірлейміз. Радикалдарды анықтаймыз. Радикалдарды ескере отырып қышқылдың толық атауын береміз. Ең соңына қышқылы сөзін қосамыз. Ал кеттік онда келесі қышқылды атап көрейік. Бірінші біздің әрекетіміз ең ұзын көмірсутекті табу. Келесі карбоксил тобы жақтан нөмірлеуді бастаймыз. 1, 2, 3, 4. Келесі радикалдарды анықтаймыз. OH, гидроксо және келесі қандай радикал? Этил радикалы CH5. Және N бізде қос баланстың бар екенін ескере отырып, карбон қышқылының атауын жазамыз. 2 гидроксо, 3 этил бутен қышқылы. Онда келесі қышқылдар қалай аталады екен? Бутан қышқылы, себебі 1, 2, 3, 4 көмірсутектен орналасқан. Келесі қышқылда метил радикалы бар. Ескерейік. 2, 1, 2. Екінші көмірсутекте 2 метил пропан қышқылы. 2 гидроксопропан қышқылының формуласы, яғни гидроксопропан қышқылы. Бұл бізде сүт қышқылы деп аталады. Онда біз келесі жаттығуды орындасақ, осы карбон қышқылдарының аталуы бойынша берілген карбон қышқылдарының формуласын жазыңыз. Сіздерге А 2 метил бутан қышқылы, Б 3 метил май қышқылы, В 2,2 диметил пропан қышқылы берілген. Тапсырманы орындауға сіздерге 1 минут беріледі.
Уақыт болды. Жаттығудың жауаптары. Екі метил бутан қышқылының формуласы бізде келесідей болады. Яғни екінші көміртекте бізде метил радикалы орналасқан. 3 метил май қышқылы бұл бутан қышқылының тривалды атауы еді. 2-2 диметил пропан қышқылы екінші көміртекте үстіңгі және астыңғы жағынан метил радикалы орналасқан. Физикалық қасиеттері. Карбон қышқылдарының төменгі өкілдері ерітінділер суда жақсы ериді. Олар өткір иісті болып келеді. Мысалға, есімізге сірке қышқылының иісін түсірейікші. Ортаңғы карбон қышқылдары да ерітінділер, бірақ олар суда нашар ериді. Ал жоғары карбон қышқылдары, олар қатты заттар суда өте нашар ериді. Химиялық қасиеттері. Суда еритін карбон қышқылдары диссоцияланады. Тұздар түзілуі, мысалға магний ацетонмен, металмен, металл оксидімен, сілтілермен және де қышқылдармен реакцияға түседі. Галогены гидриттер түсуі және де ангидриттің түзілуі жүзеге асады. Химиялық қасиеттерінен күміс айна реакциясына метан қышқылы немесе құмырсқа қышқылы түседі. Бұл реакцияны практикалық жұмысын байқап көрсек. Бізге күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісі берілген. Бұл ерітіндімен сынауға құямыз. Келесі, осы сынауымызға H2OH бұл қай қышқыл? Құмырсқа қышқылының ерітіндісімен құямыз. Сол кезде қара түсті тұнбаның түзгенін байқауға болады. Кейін бұл сынауды біз жылы суға қойып қоямыз. Сол кезде температураның әсерінен күмістің иондары сынауықтың бетіне қонады. Міне көріп отқанымыздай бізде жып-жылтыр күміс иондары пайда болады. Реакция деңгейі жоғары дейді. Химиялық қасиеттері бойынша карбон қышқылдары өзара спирттермен әрекеттесіп эфирлену реакциясына түседі. Карбон қышқылының радикал тобымен бірге, спирт радикал және де отток тобымен бірге бізде бірінші және екінші радикалдар арқылы күрделі эфир түзіледі. Бұл қай қышқыл? Келесі біз яшықтарды таңдай отырып, қышқылдармен танысамыз. Сұрақтарға жауап беру арқылы. Бұл қышқыл өнімдерімен тамақтану шекті арам микрофлоралардан тазартады. Бұл қандай қышқыл? Сүт қышқылы. Келесі. Сілті ерітіндісімен уланғанда қолданылады. Қан юуда плазма жасауға қажеттігінің бұл қышқыл суретте сізге көрсетілгендей шарап қышқылы. Антисептикалық әсерінен азық-түлік сақтауда, азы бояғыштар мен хош иісті заттарды өндіруде қолданылады. Бұл қышқыл салицил қышқылы. Бұл косметикалық индустрияда кеңінен қолданылады. Оның натрий тұзы сабынның негізгі құраушыларының бірі болып табылады. Шам жасауда қолданылады. Бұл қандай қышқыл? Стерин қышқылы. Бәрімізге белгілі да натрий стеараттарының сабын өндірісінде қолданылатыны. Жуғыш заттар мен косметика өндірісінде қолданылатын қышқыл. Пальмитин қышқылы. Антиоксидант организмнен токсиндерді және де канцерогенді кетіреді. Иммундық жүйені нығайтатын бұл қышқыл. Бұл дәрінің атауы сәйкес келеді. Аскорбин қышқылы. Бұл қышқылмен өңделген жаңа ет пен балық ұзақ уақытқа сақталады. Оның тамырынан сары түсті бояу алуға болады. Талшықтарынан суда шіріп кетпейтін тоз жасалынады. Бұл қандай қышқыл? Қымыздық қышқылы. Егер жазда орманда құмырсқа үйіндісі жанында отырса, онда оның тұрғындарының шаққаны ұзақ уақытқа есімізде қалады.
құмырсқадан бөлінетін қышқыл құмырсқа қышқылы. Таза қышқыл 17 градустан төмен салқындаған кезде ол мұзға өте ұқсас түссіз кристалды массаға айналады. Қышқылдың құрылымдық формасы көрсетілген. Және бұл қандай қышқыл деп ойлайсыздар? Иә, бұл сірке қышқылы. Онда біз қышқылдардың жеке өкілдерімен танысып өттік. Келесі сіздерге есеп. 84 грамм пропил спиртінен алынған пропион қышқылының массасын есептеңдер. Егер сіз есепті шығарып болсаңыз, өз жауабыңызды тексерсеңіз болады. Берілгені бізге 80 грамм пропил спирті берілген. Оның түзілген пропион қышқылының массасы анықтау керек. Яғни біз реакция теңдеуін жазып, берілген затты 80 грамм деп, түзілген массаны, яғни mx деп жазамыз. Нәтижесінде есепті шығару арқылы біз 103,6 грамм қышқыл түзілгенін анықтаймыз. Есептің жауабы 103,6 грамм. Қорытынды. Карбон қышқылдарының құрамында көмірсутек радикалымен байланысқан карбоксил тобы COOH болады. Карбон қышқылдардың ең қарапайым өкілі құмырсқа қышқылы HCOOH. Әлсіз қышқылдар органикалық қышқылдарға тән реакцияларға түседі. Күрделі эфирлер түзеді. Карбон қышқылдар және олардың тұздары мен эфирлері күнделікті өмірде және өнеркәсіпте кеңінен қолданылады. Енді ұсынылатын қосымша ресурстарға сілтемелер. Егер сіз сабақты осы видеоматериалдарды оқып отырсаңыз, сіз қосымша келесі төменде көрсетілген сілтемелерді басу арқылы ары қарай сабақты толықтай түсінуіңізге мүмкіндігіңіз бар. Бірінші сілтемеде дәріс материалы ретінде қаныққан карбон қышқылдары жіктелуі, аталуы, қолданылуы, алу жолдары жайлы мәліметтер көрсетілген. Келесі сілтемеде бұл презентация, яғни дәріс жоспары бойынша онлайн презентацияны көру арқылы сіз бүгінгі тақырыппен таныса аласыз. Келесі, бұл metodkopilka.ru. Бұл жерде сіз осы сабақтың барысымен танысып, тапсырмаларды алып, орындап, өз тапсырмаларыңызды тексерсеңіз болады. Келесі біздің ссылкамызда білім жүйесінде сіз тіркелу арқылы карбон қышқылдарының химиялық қасиеттері алынуы, қолданылуы жайлы сабақпен танысып, барлық тапсырмаларды орындап шықсаңыз болады. Және де сізге қосымша видео материалдар берілген. Бұл видео ссылкалар берілген. Сілтемелер. Сол видео сілтемелерді қолдану арқылы сіз осы карбон сірке қышқылының карбон қышқылдары жайлы видео материалды, және келесі материалды сіз сірке қышқылының pH мәніне әсерін зерттесеңіз болады. Яғни осы сілтемелерді қолданып, сіз өзіңіздің алған біліміңізді шыңдай түссеңіз болады. Кері байланыс үшін WhatsApp желісінде, Instagram, немесе Skype, немесе қандай да бір сұрақтарыңыз болса, маған почтаға жазу арқылы хабарлассаңыздар болады. Сіздермен бірге Ақсу Алматы химия пәнінің оқытушысы Базарқызы Бұлсайрат. Назарларыңызға рахмет.